Құрметті Қарағанды облысының тұрғындары, баршаңызды қасиетті ұлық мейрам Құрбан айттың келуімен шын жүректен құттықтаймын. Айт қабыл болсын. Отбасыларыңызға бақ береке, ырыс пен ынтымақ, Алланың амандығын тілеймін. Құрбан айт исі мұсылманның ұлық мейрамы. Айт күндері ағайын жұрт бір-біріне айт қабыл болсын айтып, ізгі тілектерін жеткізіп, алғыстарын жаудырады. Осы ретте сіздерге ізгі ниетпен жаратқанның жақсылығын тілеймін. Туыс пен бауырға, көрші мен дос жаранға айттап бару, қадірлі қонаққа айттық беріп, үлкеннің алғысы мен батасын алу, сонау заманнан жалғасып келе жатқан мұсылмандық дәстүріміз. Осы игі дәстүрді қоғамда қайта жаңғыртып, жастарға үлгі өнеге көрсетуге шақырамын. Ардақты ағайын, айт күні жағдайы бар кісілер құрбан шалып, оны қараусыз қалған қариялар мен жетімдерге, көп балалы отбасыларға таратып, сауап алуға тырысады. Алайда айт күндері мал бағасы қымбаттап кететін жағдай жиі орын алады. Осы ретте жерлестерімізді мал бағасын шарықтатпай, пайдаға емес, сауапқа бөленуге үндеймін. Өйткені құрбан айт қанағат пен қайырымдылықтың мерекесі. Ұлық мейрамда жасайтын барша сауапты амалдарыңыз, қайырымдылық істеріңіз қабыл болғай. Алла тағала баршамызды айттан айтқа аман есен жеткізіп, ізгі істер мен қуанышты сәттерде бас қосуымызды нәсіп еткей. Әмин.